Өскеменде абайлаңыз балалар жедел алдын алу іс-шарасы өтуде. Білім мекемелері мен жергілікті полиция ұйымдастырған акцияның мақсаты балалардың қатысуымен болатын жол көлік апаттарының алдын алу. Ресми ақпаратқа сүйенсек, облыста 130 жол көлік оқиғасы орын алса, соның 6-сы баланың қатысуымен болған. Алдағы уақытта бұл көрсеткіш біршама азаюы ықтимал дейді жол сақшылары. Бүгінде мектеп қабырғаларында жол жүру ережелері бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Абайлаңыз балалар профилактикалық шарасы республиканың барлық аймақтарында ұйымдастырылып отыр. Полиция қызметкерлері өскелең ұрпақтың қауіпсіздігі біз үшін бірінші орында дейді. Внимание, дети! Біз білім министрлігімен бірлесе отырып, абайлаңыз балалар профилактикалық шарасын өткізудеміз. Міне жаңа оқу жылы бастау алды. Осыған орай біз тамыздың соңын және қыркүйек айының басын таңдап отырмыз. Біздің басты мақсат балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Кейбір бүлдіршіндер жазғы демалыс кезеңдерінде жол жүру ережесі естерінен шығып кететіндіктен біз алдағы уақытта мектептерде олармен кездесетін боламыз. Ағымдағы жылы өңірде балалардың қатысуымен 130 жол көлік оқиғалары тіркелген. Нәтижесінде 144 бүлдіршін жарақат алып, 6-ы көз жұмған. Қуантарлығы көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда 7,8%-ға төмендеген. Балалардың кәмелеттік жасқа толмаған балалардың қатысуымен жол көлік жарақаты 8%-ға төмендеп отыр. Ал енді балалардың осы кәмелетке жаста толмаған балалардың кінәсі бойынша жасалған жол көлік жарақаты бұл бізде қазір 53%-ға төмендеп отыр. Бұл мен ойлаймын жақсы көрсеткіш. Профилактикалық шара 21 тамыз бен 5 қыркүйек аралығында жалғаспақ. Аталмыш акция жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Арнұр Шекерханов, Ерлан Сарманов, жаңалықтар.